жаңа өзіңіз айтып отқан Қазақстан эстрадасы мен қазақтық эстрада деп отқаныңыз, ол оның ара жігін байланыстыратын дүние сол ұлытау сияқты топтар. Өйткені көбісі ойлайды, жаңа топтар бізге қазір бір ағылшынша ән айтып жүрсек керемет болып көрінеміз деп ойлайды да, бірақ одан барады да дүбәра дүние туады да. Не қазақы емес, не бір шетелдің керемет тобы емес, бір дүбәра дүние туады да. Төбет пен тазын шағыстырған сияқты, Құдай сақтасын. Ол не таз емес, не төбет емес та. Сондықтан біз оны бөліп жарудан әрине аулақпыз. Бәріміздің отанымыз бір болғаннан кейін ұлттық мүддеміз біреу-ақ болу керек. Ол өзіміздің ғана, өзімізге тән мәдениетпен, өзімізге тән дәстүрді дамыту бізге парыз. Қазақтың ұлдары болғаннан кейін, қазақтың қыздары болғаннан кейін. Қазір Құдайға шүкір Қазақстанда өзіміздің керемет ұлдар мен талантты қыздар өсіп келе жатыр. Құдайға шүкір деуіміз керек. Бұрынғы осыдан 10-15 жылдың арасындағы картинамыз түбегейлі өзгерді. Бұрын Ресей ғана келіп, мына үлкен республика сарайларын, үлкен концерт залдарды солар ғана жинайтын. Қазір олар жинай алмайды. Қазір қазақтың ұлдары мен қыздары жинайды. Ол үлкен көрсеткіш және үлкен жетістік. Қазір орысша ән айтып келген әншілердің бәрі қазір біраздан кейін қарасаң қазақша ән айтып жүреді. Неге ол олай? Ол деген жақсылық қой. Сондықтан мен ойламаймын қазақ эстрадасы Қазақстан және қазақ болып бөлінеді деп. Айналып келген кезде Музарт сияқты топтарымыз қазақ әндерін орысша сөйлейтін қазақтардың өзі тыңдайды мысалға. Ұлытауды орысша сөйлейтін қазақта, қазақша сөйлейтін қазақта тыңдайды. Ағылшында тыңдайды, немісте тыңдайды, орыста тыңдайды. Өйткені ол өнер, өйткені ол мәдениет. Сондықтан осындай топтардың, осындай талантты жігіттердің, қыздардың арқасында бүгінгі таңда біз өз залдарымызды, өз халқымызды өзіміз жинап, өз әнімізді өзіміз тыңдайтын, өз күйімізді өзіміз күйттейтін жағдайға жеттік. Ол өте жақсылық.